шығар біздің. Туған балдызым. Қадыр келді. Әке беттегіш. Балсыздар. Міне, балсыздардан повезло болып тұр ма? Алла шүкір. Отандық танымал әнші Қуандық Рахым отбасын құрды. Желіде шоу-бизнес жұлдызының сүйіктісін ұзатып алып, үйіне келін ретінде түсірген сәтінен видеолар тарап кетті. Қуандық Рахым енді ресми түрде бойдақтар тізімінен шықты. Өткен демалыста белгілі әнші шаңырақ көтеріп, желіні айтарлықтай шулатты. Өнер иесінің отбасын құрғалы жатқанынан қалың көпшілік хабарсыз болғаны анық. Тіпті эстрада жұлдызының жанкүйерлері үшін бұл жаңалық нағыз тосынсый болды. Инстаграм желісінде Қуандық Рахымның жүрегін жаулаған бойжеткеннің ұзатылуы кезінен фото мен видео жазбалар тарап кетті. Онда жастардың түрлі салт дәстүрлерді орындап, некелесулеріне үлкендердің батасын алып жатқан сәті көрініс тапты. Белгілі болғандай, өнер иесінің таңдауы Назерке есімді қызға түскен. Желідегілердің сөзінше бойжеткен Түркістан облысы Шәуілдір елді мекенінің тумасы екен. Ғашығының ата-анасының алдынан өткен Қуандық Рахым оны ұзатып алып, өзінің туған қаласы Жезқазғанға келін ретінде түсірді. Желідегі көпшілік жас жұбайларды құттықтап, өзінің ақ тілектерін жолдап жарысуда. Өнер иесінің кейбір табынушы қыздары оның қуанышына ортақтасса, енді бірі сүйікті әншісін қызғанып қалған.